Алашқа сәлем. Бұл өте ерекше видео, өйткені бүгін біз қазақ әдебиетінде тұңғыш жазылған романды талдайтын боламыз. Бақсы Жамал романы 1910 жылы жазылған, авторы Міржақып Дулатов. Бұл видеоның басты бөлімі 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі кейіпкерлермен қысқаша танысу, екінші бөлімі қысқаша мазмұны және үшінші бөлімі менің әсерім. Шығарманың өзі 13 бөлімнен тұрады және біз әрқайсысына бұл видеоның екінші бөлімінде тоқталамыз. Видеода тайм-кодтар бар, ал оның астында бұл видеоны оқыған сценарийге Google Drive сілтемесі тұр. Видеоның бірінші бөлімі кейіпкерлермен қысқаша танысу. Жамал романның ең басты кейіпкері, Сәрсенбай Жамалдың әкесі, Шолпан Жамалдың анасы және Сәрсенбайдың екінші әйелі, яғни оның тоқалы. Қалампыр Сәрсенбайдың бірінші әйелі, яғни оның бәйбішесі. Жұман Жамалдың күйеуі, Байжан Жұманның әкесі. Ғали Жамалдың сүйген жігіті. Нұрмаш, Жүніс, Екіғасис, Ғарифоллабай және тағы басқалармен біз шығарманы талдағанда танысамыз. Видеоның екінші бөлімі шығарманың қысқаша мазмұны. Бұл шығарманың басты мазмұнын әрбір бөлімі арқылы талдау. Шығармада примерно нені күту керек екенін түсіну үшін пауза қойып, соны оқи аласыз. Назар аударыңдар, шығарма бөлімдерінде өз атаулары жоқ, бұл атауларды қойған мен, сондықтан бұл атауларды ресми деп санамаңдар. Ал енді әдебиет іліміне аттанайық. Бірінші бөлім Жамалдың туғаны. Сәрсенбай тұрған ауылға крестьянский начальник келеді. Ол не үшін келген екен деп халық жиналғанда, халыққа бір атты кісі жауап келіп, халықтың алдында Сәрсенбайға Шолпанның босанғаны туралы хабарды жеткізеді. Яғни бірінші бөлімде бізге Жамалдың туғаны туралы айтылады. Екінші бөлім Сәрсенбайдың Шолпанды алғаны туралы флешбэк. Бұл бөлімде Сәрсенбай туралы флешбэктер кездеседі. Флешбэк дегеніміз әдеби шығарманың немесе фильмнің басты сюжетінен бұрын пайда болған оқиғаны баяндау. Бұл бөлімде келесі оқиғалар айтылған. Сәрсенбай момын, оқымаған, мал баққан адам. Оның атасынан артық дәулет қалмаса да, соңғы кезде оның малы көбейе бастады. Алайда, егер балан жоқ болса, малдың керегі несі? Оның бірінші әйелі Қалампыр бала көтере алмады. Сәрсенбай 42-де, ал Қалампыр 33-те болғанда, Сәрсенбай тоқал алуға бел байлады. Өздеріне жақын жерде тұратын Жарас деген молла болған, сол молла Шолпанның әкесі болған. Әкесі Шолпанды өзі оқытып, хат танытты. Молла қайтыс болғаннан кейін, оның қатыны мен балалары әмеңгерлікпен молланың бір кедей жақынының қолына түскен. Және Сәрсенбай сол кедей жақынымен құдаласып, оған қалың мал беріп, Шолпанды айттырады. Шолпан сол уақытта небәрі 14-те ғана болған. Қалампыр әрқашан бейшара Шолпанды сөзбен де, күшпен де ренжіткен екен. Енді Шолпан 17-ге, ал Сәрсенбай 45-ке келгенде, Шолпан қыз табады. Сәрсенбай сонша қуанып, ел жинап, той ұйымдастырады, ал баласын Жамал деп атап қояды. Үшінші бөлім Сәрсенбайдың Жамалға жас шәкіртті жалдағаны. Әке-шешесі Жамалды әлпештеп өсіріп, оны жақсы көргені сонша, оны еркек бала сияқты киіндіре бастайды. Жамал 9 жасында болғанда Сәрсенбайдың үйіне дұға қылу үшін бір шаланадан молда келіп, Сәрсенбайға Жамалды еркек бала сияқты киіндіру жақсы емес деп айтады. Одан да шашын қойып, яғни шашын өсіріп, оқытыңдар деп айтады. Әке-шешесі соған келіседі. Біраз уақыттан кейін ауылға Уфа медресесінде оқыған бір жас шәкірт келеді. Ол Ғазиз атты ноғай жігіт, жасы 22-де. Сәрсенбай онымен келіседі де, сол шәкірт Жамал мен басқа балаларды оқытатын болады. Оқу аяқталғанша өзі Сәрсенбайдың үйінде тұратын болады. Төртінші бөлім Жамалдың оқуының басталуы мен аяқталуы. Келесі күні Жамалымыздың оқуы басталды. Бұрын оқымаған балалардың ішінен ол ең зеректісі болған. Бір айдан кейін Ғазиз, яғни шәкірт молда, Жамалдың зейінін көріп, Шолпанға Жамалға хат жаздырып үйретуді ұсынған. Шолпан келісіп, сол мезеттен бастап басқа оқушылар тарап кеткенде, Ғазиз Жамалға күніне 1-2 сағат хат жаздырып үйреткен. Жамал молодец, 3,5 айдың ішінде хат танып, жаза алатын болды.
Онымен қоса Жамалдың өз зейіні мен Ғазиздің оқыту техникасы арқылы Жамал кітап оқуды бастаған. Алайда қыркүйектің соңына қарай Ғазиз Уфаға қайтатын болды. Ғазиз Сәрсенбайдың үйінде тұрған кезде Шолпан ұл тапқан, яғни біздің Жамалымыздың інісі туады. Сәрсенбай Ғазиз туралы аяғы құтты болды деп, оны жақсы қаражатпен қайтарды. Ал өзінің ұлы Ғазиз сияқты молда мен жақсы адам болсын деп, оған Ғазиз деп ат қойды. Енді Жамалдың оқуын жалғастыру керек. Алайда Сәрсенбайға біраз адам осымен жетер, Жамалды оқытпай қой, әйел бала дәріс айтып, елге бас болмас деп айтқан. Біздің Сәрсенбай солардың сөзіне көніп, осымен Жамалдың оқуы 5 айға созылып қана бітетін болады. Алайда Жамал ештеңе істемей жай отырған жоқ. Ол көптеген қазақ қиссаларын оқып бітірген, тіпті кейбіреулерін жатқа білген. Міне өзінің сол зеректігі арқылы 10 жасқа қарай Жамалдың даңқы көтеріліп, жұрт ол туралы сөйлей бастады, және Жамалды айттыруға қалайтын адамдар да аз болған жоқ. 5-ші бөлім. Сәрсенбайдың сайлауда жеңілгені. Сәрсенбай билікке таласпақшы болды. Байжан атты бір жұртқа қадірлі және болыспен құдаласқан кісі жұртқа Сәрсенбайға емес, оның қарсыласы Нұрпейіс деген адамға дауыс беріңдер деп айтқан. Оның сөзі жұртқа ықпал етіп, Сәрсенбай сайлауда жеңіледі. 6-шы бөлім. Сәрсенбайдың Байжанға құдаласуға келісім беруі. Сол Байжанның 17-ге келген Жұман дейтін ақылсыз ұлы болған. Ол соған жақсы келінді іздеген және Сәрсенбайға құдаласайық деп кісі жібереді. Сәрсенбай өзін билікке таластырған достарынан не істейін деп сұрайды. Достары оған құда болуға келісу керек деп айтады. Сәрсенбайдың бәйбішесі Қалампыр да келісім береді. Жалғыз ақ Жамалдың туған шешесі Шолпан келісім бермейді. Жұрттың Жұманның жаман екенін естіп, ол Жамал туралы ойлай бастайды және Сәрсенбайға бірнеше күн бойы Жамалды Жұманға берме деп жылап өтінеді. Бұл жерде өте маңызды сәтті айту керек. Шолпан Сәрсенбайға Байжан байлығы не үшін керек? Не үшін Жамалды өзіне тең емес жігітке бересің? Деп жылай бастап үйден шыққан кезде Сәрсенбайдың ұрғашының шашы ұзын, ақылы қысқа деген осы деген сөзді айтуға мұршасы жеткен. Соңында Сәрсенбай Байжанға құдаласуға келісім береді. Мен соны оқығанда не себепті Сәрсенбай Жамалды оның рұқсатынсыз Жұманға берген деген сұрағым пайда болды. Міржақып Дулатұлы бізге сонымен көмектескен. Жауап шығарманың 6-шы бөлімінде 8-ші азат жолында, яғни 8-ші абзасында берілген. Онда автор Сәрсенбайдың Жамалды жақсы көріп, оның теңіне қосуға ойы болғанын айтқан. Алайда 5-ші бөлімде айтылған сайлаудан кейін Сәрсенбай көп шығын шығарды және өз намысын қолдан берді. Міне оның келесі сайлауды жеңем деген үміті болған. Соған қоса Сәрсенбайға Байжанмен құда бол дегенді біраз кісі айтқан. Міне сол себепті Сәрсенбай Байжанмен құдаласуға бел байлады. Бір айдан кейін олар құдаласады және Сәрсенбай өз қалың малын алатын болады. Жамал болса 15 жасында сұлулық, ақыл мен салтанаттың комбинациясын иеленген. Онымен қоса ол сөзге шебер болып, өлең жазуды бастады. Осымен оның атағы жұртқа таралды. 7-ші бөлім. Жамалдың Жұманның қандай екенін біліп, қайғыра бастағаны. Енді шығарма бақсы Жамал деп аталуының себебін біз бұл бөлімнен бастап түсіне аламыз. Жамал кәмелетке жеткен соң өзінің күйеуі жаман екеніне көзі жетті. Енді Жұман не себепті жаман күйеу болған? Өйткені біріншіден оның ақылы болмаған. Базарға барғанда ол алдана беретін. Мысалы, оған бір күні бақыр теңгені алтын теңге деп алда берген. Екінші себебі ол бозбалалық лайфстайлды ұстанған. Мен түсінгендей, ол көптеген жерде бостан босқа қаңғырған. И вообще, үшіншіден, ол шығарманың 11-ші бөлімде Жамалымызды физикалық түрде абьюз етеді. Міне, күйеуінің осындай екеніне көзі жеткенде, біздің Жамалымызда нағыз депрессия пайда болды.
Мен шығарманы оқығанда Жамалдың ақылды екеніне көзім жеткен. Егер адамның кез келген уайымы болса, сол уайымды қағазға жазып тастаса, оған жеңілірек болады. Міне Жамал осындай лайфхакты қолданып, өзінің уайым қайғысының біраз бөлігін қағазда қалдырды. Өз қайғысын қалдырған қағазын бір күні анасы Шолпан құпия түрде оқыған. Енді сол күннен бастап Жамал қанша қайғырса, оның анасы Шолпан сонша қайғырған. Бір күні Шолпан Сәрсенбайға сол туралы сөйлей бастады. Ол Сәрсенбайдың Жамалды Жұманға бергеннен кейін Сәрсенбайдың Жамалды қайғы қасіретке салғанын айтады. Енді осылай Жамалды өзіне теңемес кісісіне береміз бе деп сұрағаннан кейін Сәрсенбай оған: енді Жамалды басқа жігітке берсек, Байжан мен басқа болыстар бізге маза бермейді ғой. Маған осыны не үшін ұсынасың? Қатын дұшпан деген осы, деп айтады. Енді сол сәттен бастап Шолпан Сәрсенбай мен Жамал туралы ешқашан сөйлеспейтін болды. Онымен қатар бұл бөлімде бізге бір маңызды ақпарат берілген. Сәрсенбай анау жолы сайлауда жеңілді ғой. Енді келесі сайлауда өзінің құдасы арқылы, мен түсінгендей Байжан арқылы жеңеді. Алайда бір съезде бір кісіні боқтап, қамшымен салап қаламын дегеннен кейін оны билігінен түсірді. 8-ші бөлім: Жамал Ғалимен танысқаны. Алдағы өткен бөлімде Жамалдың қайғылы екенін білеміз. Міне өзіне көңіл көтеру үшін және жұртқа қайғысын көрсетпеу үшін Жамал түрлі ойын тойларға баратын. Міне осындай бір тойдың уақытында ол Ғали деген жігітпен танысады. Ол Дүйсебек деген кісінің баласы. Жасынан Қызылжардағы және Троицкідегі медреселерде оқыған, онымен қатар аз мөлшерде орысша сөйлей және жаза алады. Алайда ол молда жолын таңдамай саудаға барған. Міне ол бір жәрмеңкеде пайда тауып, үйіне қайтып, туысқандарының амандығын сұрау үшін бұл тойға келген. Жұрт оны Жамалдың қасында отырғызды. Бұл екеуі жөндерін сұрай бастады. Ғали инабатты және қияпатты болумен қатар сөзге шебер екен. Енді жастар өлең айтуды бастаған. Көбісі кәдімгі каверлер жасаған, яғни бұрын айтылған өлеңдерді айтқан. Ал өз бір тума өлең шығара алатын жандар көп болған жоқ. Сол адамдардың бірі Ғали болған. Міне жұрт ең алдымен домбыраны Ғалиге беріп, өлең айт деп сұраған. Ғали жігіттік пен махаббат туралы өлең айтқан. Кейін ол, ал енді сұлу Жамал сөйлесін деп домбыраны Жамалға берді. Жамал ше көптеген қыздардың жаман тағдыры туралы айта бастады. Ол өз өлеңін өзінің бастан кешіргенімен байланыстырды. Яғни ол көптеген қыздардың өзінің сүйген жігітіне тұрмысқа шыға алмай қайғылы екенін айтады. 9-шы бөлім: Жамал мен Ғалидің бір-біріне ғашық болуы және сезімдерін бір-біріне білдіруі. Сол күні Жамал мен Ғали бір-бірімен әбден сөйлесіп, бір-біріне ғашық болады. Ең алғашқы рет танысқан күннен кейін екеуі тағы да бірнеше рет көріскен. Енді Жамал Ғалидің қасында болғанда, оның қайғы қасіреті ұмытылып кеткен. Шығарманың кейбір жолдарында сол екеуінің нағыз дос бола бастағаны туралы айтылған. Бірақ менің ойымша бұл френдзона болған жоқ. Бұл нағыз махаббат болды. Алайда біз Сәрсенбайдың Жамалды Жұманға берген білеміз. Яғни Жұманның әкесі Байжан Сәрсенбайға сол қалың малын әлдеқашан берген еді. Бұл нағыз проблема болды. Сол проблеманың кесірінен, яғни Жұманның кесірінен екі ғашық бір-біріне өз сезімдері туралы бірден айтуға қорыққан. Парадоксалды түрде сол екеуінің өз сезімдерін бір-біріне білдіруге себепші болған сол Жұман. Бір күні Жұман Жамал үшін келіп қалыңдық ойнайды деген жаңалық келген. Яғни қалыңдық ойнау дегеніміз қалмал төлегеннен кейін Жұманның Жамалмен кездесуі. Міне сол оқиға екі ғашықтың бір-біріне сезімдерін айтуға мәжбүрлетті. Неге? Өйткені екі ғашық қазір Жұман келеді деген жаңалықты естігеннен кейін өзінің өмірлерін бір-бірінсіз елестете алмады. Міне әйтеуір сол екеуі өз сезімдерін айтуға бел байлады. Ең бірінші қадамды Ғали жасаған. Ол Жамалға хат жіберген және хатында өз сезімдерін сипаттаған. Жұман Жамалды алып кетсе, Ғали қызғанып қайғыратынын жазды.
Жамал хатты бірнеше рет оқып, оның екі түрлі бағыты бар екенін түсінді. Біріншісі жұмамен қалу. Бірақ онда ол өмірінің соңына дейін қайғыратынын білген. Және екіншісі Ғалимен бірге қашу. Бірақ сонда ұят пен машақат көп болады. Біраз жылап ойлағаннан кейін Ғалимен қашуға бел байлады. Енді ол екеуіне кім көмектесе алатынын ойлаған. Әрине, сол екеуіне Жамалдың туған анасы Шолпан көмектесе алады. Неге? Мен бұл бөлімде ұнағаным автордың сол сұраққа бірнеше жауап бергені. Яғни, не себепті Жамал Шолпанның оларға қашуға көмектесе алатынын білген деген сұраққа Міржақып Дулатұлы бірнеше себеп берген. Сендер видеоны паузаға қойып, мүмкін бола алатын себептерді атай алуға тырыса аласыз. Және мен ойымша, егер сендер бұл видеоның бұл бөліміне дейін жесеңдер, сендер бірнеше себебін біле аласыңдар. Біріншіден, Жамалдың бақыты кеткен кезде, яғни Жамалды одан сұрамай Жұманға бергенде, жалғыз-ақ Шолпан сол идеяны жақтырмады. Екіншіден, Жамал Жұманға наразы болған кезде, ол өз қайғысын қағазда қалдырған. Соны Шолпанның оқығанын білеміз. Және үшіншіден, Жамалдың Ғалиге деген жақындығын көрсе де, Шолпан білмеген кісі сияқты ештеңе демеді. Өзі Ғалидің Жамалға лайық кісі екенін біліп, Ғалиді баласындай ұнаған. Енді Жамал Ғалиге жауабын хатпен жіберген. Ол онда Ғалимен бірге тіпті отқа түсе алатынын айтқан. Онымен қатар 4-5 күннен кейін оған келуді сұраған. Өз анасынан, яғни Шолпаннан кеңес сұрайтынын жазған. 10-шы бөлім Ғалидің Жамалмен бірге қашып, екеуі ұлықтан Жамалға ерік беретін қағазды алуы. Ғали Жамал жіберген жауабын оқығаннан кейін Жамалмен бірге қашуды ойластырды. Ол өзінің ауылында тұратын Жүніс пен Нұрмаш деген достарынан көмек сұрады. Екеуі де оған көмектесуге бірден келісті. Енді конкретизация үшін Жамалмен қашудың күнін нақты белгілеу керек. Ол Жамалмен кездесіп, екеуі келесі жексенбі күні атануға шешкен. Жамал Шолпанға Ғалимен бірге қашуға ықыласы бар екенін айтқан. Және Шолпан 2 жасқа көмектесуге дайын екенін айтқан. Келесі жексенбіде 2 жас кездесіп, Жамал Шолпанмен қоштасып, 2 жас және Ғалидің 2 досы жолға аттанады. Ғали Жамалмен бірге жетіп, тоқтайтын жері Фатихолла деген байдың үйі. Ғали оған несие берген. Сол түні ымырт жабылғанда Жүніс пен Нұрмаш 2 ғашықты қалдырып, елге қайтқан. 2 ғашық ше Фатихолла байдың үйіне аман есен оралған. Өкінішке орай, шығарма бұл жерде тоқталмайды, өйткені Жамалды алып қашу бұл істің жартысы ғана. Енді Байжан мен Жамалмен бірдеңе істеу керек қой. Ғали Жамалмен бірге ұлыққа, немесе басқа сөзбен айтсақ, крестьянский начальникке барды. Онда Жамал 7 жасымда менен сұрамай мені малға сатқан, күйеуім ұнамай тұр, өзімнің сүйген жігітімен қашып келдім, маған ерік беріп, қорғай аласыз ба деп арыз жазған. Ұлық соны оқып, саған ерік берілді деген қағазды Жамалға берген. Онымен қатар ол болысқа да хат жазды. Онда ол соны жазған. Жамал Сәрсенбай қызына ешкім тиісуші болмасын. Сүйген жігітіне баруға құқығы бар. Қалмал туралы дау болса, волосной съезге барсын. Назар аударыңдар, бұл сәтті есте сақтау керек, өйткені келесі бөлімде болысқа сол хат келеді. 11-ші бөлім машақат. 9-шы бөлімде Жамал машақатын көп болатындығын айтты ғой. Машақат дегеніміз кипиш. Міне бұл бөлімде сол машақат көп түрде болады, сондықтан дайын болыңдар. 2 ғашық қашқан күні біріншіден Сәрсенбайдың үйінде Жамалдың жоқ болғандығы мәлім болды. Шолпан білмеген кісі сияқты ештеңе айтпады. Сәрсенбайдың ауыл адамдары Байжанға біздің баламызды, сіздің келініңізді біреу алып кетті деп кісі жіберді. Кейін біреу Ғалиді еске түсіріп, оны айыптауды бастады. Сондықтан на всякий случай Ғалидің әкесі Дүйсебектің ауылына да кісі жіберді. Сол ауылға барған адам бүгін түнде Ғали, Жүніс пен Нұрмаш жақсы аттарына мініп, енді қазір үйінде жоқ екенін айтқан. Енді барлығы түсінікті болды. Сәрсенбайлар соны біліп,
Байжанға екінші кісіні жібереді. Жамалды Ғали алып кеткен екен. Енді не істеу керек екенін өздеріңіз біліңіз деп. Бұл түні Нұрмаш пен Жүніс те аттарымен келеді. Солда халыққа мәлім болады. Және де сол түні Байжан 5 жігітін Дүйсебектің ауылынан жылқы барымталап алуға жібереді. Сол жігіттер Дүйсебектің ауылынан бір дошны жылқы, яғни 12 жылқы барымталады. Жолшыбай сол жігіттер Сәрсенбайдың ауылының маңында өткенде, одан да бір жылқы үйірін алып кетеді. Және де сол түні Байжан болысқа хат жазады. Міне, осындай оқиғалар болды, белеріңізбен бірге келіңіз деп. Онымен қатар Байжан құпия түрде өз адамдарын екі ғашықты табуға түрлі жерлерге жіберген. Келесі күні ашуланған Байжан 20 жігітімен Сәрсенбайдың ауылына келеді. 3-4 күннен кейін болыс өзінің кісілерімен келеді. Олар келген күні Байжан кешке қарай ымырт уақытында барлық керек кісілерін оңаша шақырады. Онда болыс, писір, Безбай және Ахметжан деген указной молда болады. Назар аударыңдар, бұл сценада жемқорлық көрсетілген. Байжан жиналған кісілеріне осылай айтады. Ертең мен сіздерге не айтатынымды істеп беріңіздер. Қазір мен малым көп емес, пока что мыналардан түскен жақсы деген 10 жылқысын алыңыздар деп айтады. Сол кісілер істің қай бағытта өтетінін түсініп, не істейік деп күлімсірей сұрайды. Болыс пен писір, сіздер ұлық жағынан не болса да мен пайдама дұрыстап тұрасыз. Билер, сіздер біріншіден Ғали мен Жамалға қашуға көмектескен екі жігітке екі ғашықты табуға бұйрық беріңіздер. Егер солар Ғали мен Жамалды тауып әкелмесе, түрмеге отыруға бұйрық беріңіздер. Екіншіден, Сәрсенбай мен Дүйсебектерге мен олардан алған жылқыларын қайтару мәселесіне отказ беріңіздер. Ал Ахметжан молда, сіз біз үшін өтірік куәлік жасайсыз. Онда сіз Ғали, Жамалды алып қашқаннан 10 күн бұрын Жамал мен Жұманға неке оқылған еді деп жазасыз. Сол жерде Байжан әрқайсысына 400 теңгеден берген. Мен ойымша бұл ескі курс бойынша үлкен ақша болуы тиіс. Келесі күні билер Дүйсебекке, Нұрмашқа және Жүніске Саумал көл басында құрылған съезге келуге повестка шақырды және оларға кісі жіберді. Сол үшеуінің онда бармауға мүмкіндіктері болған жоқ. Сондықтан өз адамдармен бірге Саумал көлге жетеді. Онда билер сол үшеуіне Ғалиге, Жұманның некелі әйелі Жамалды алып қашуға көмектескені үшін айып тағады. Олар енді осылай айта алады, өйткені Ахметжан молдамыздың Байжан айтқан өтірік куәлікті жасауға уақыты болған. Билер Байжан айтқандай, егер олар Жамал мен Ғалиді бір айдың ішінде тауып әкелмесе, 2 айға түрмеге отыратынын айтқан. Сол биліктен кейін Дүйсебек пен Сәрсенбай билерге келіп, Байжан барымталған жылқы туралы сұраған. Байжан айтқандай, билер оларға отказ қылады. Ренжіген Дүйсебек пен Сәрсенбай болыс пен писірге барып, олардан копия сұрайды. Оларға қандай копия керек екенін мен түсіне алмадым. Байжан айтқандай, болыс пен писір сол екеуіне көмектеспей, ауылға келіп аларсыңдар деп копияларын бермейді. Копияларын алу үшін бейшара Дүйсебек пен Сәрсенбай бірнеше рет болыстың ауылына барады. Болыс әртүрлі себеп айтқанша 15 күн осылай өтіп, бейшара Дүйсебек пен Сәрсенбай копияларын алмай қалады. Алдыңғы бөлімде Ғалидің Жамалды ұлыққа, яғни крестьянский начальникке апарғаны туралы айтылды ғой. Және сол начальник болысқа хат жазады. Міне сол қағаз бұл 15 күн ішінде келеді. Яғни біз шығарманың 10 және 11 бөлімдерінің оқиғалары бірдей уақытта болған деген теорияны айта аламыз. Болыс начальниктен деген қағазды оқығаннан кейін Байжанға сол туралы айтып, онымен ақылдасып, начальникке жауап қайтарады. Онда ол шынында да Жамал Сәрсенбай қызы Жұман Байжанұлының некелі әйелі екен, соған дәлел Ахметжан молданың куәлігі. Ал Дүйсебек, Нұрмаш пен Жүніс билер берген 15 күннің ішінде копияларын әлі алған жоқ деп өтірік жазады. Сол хат
қаладағы начальникке жеткенде Дүйсебек, Нұрмаш пен Жүніс те қалаға келіп, начальникке арыздарын айтып, шындықты айтады. Начальник оларды тыңдап, болыстан жауап сұраған қағаз жібереді. 12-ші бөлім Ғалидің қайтыс болуы. Алдыңғы бөлімде екі ғашықтың қашқаны туралы хабар белгілі болғанда, Байжанның құпия түрде өз адамдарын екі ғашықты табуға жібергені туралы айтылды ғой. Міне сол адамдары Фатихолла байдың үйіне келіп, екі ғашық туралы сұрастырады. Фатихолла бай молодец, қулықпен олар басында маған келіп қонған, бірақ 3-4 күннен кейін кеткен деп айтады. Байжанның адамдары соған көніп кеткеннен кейін Фатихолла екі ғашыққа басқа жерге барып тығуға сұрады. Фатихолла оларға ақша беріп, қаладан шығарып салып, екі ғашық Ғалидің атасының нағашысы Бабас дейтін кісіге аттанған. Олар сол жерге жеткен. Алайда бір мезеттен кейін Ғали қатты ауыра бастаған. Түрлі дәрігерлер келген, алайда олар көмектесе алмады. Осымен 13 күн ауырып, бейсенбі күні Ғалидің жүрек соғуы тоқталады. Жамал қатты қайғырған. Сол қайғы туралы Жамалдың да, Ғалидің да ата-аналарына хабар жіберіледі. Келесі күні Ғалиді жерленеді. Көп замай екі ғашықтың ата-анасы 3 күнге келіп, дұға оқып, үйлеріне қайтады. Барлығы қайғырған, алайда ең көп Жамал қайғырған. Ол Ғалидің қабірін құшақтап, сенің қабіріңді көргенше, одан да өзімен бірге кетсем екен, деп айтқан. Жамал бабасының үйіне келгенде, шопан оны алып, үйлеріне қайтты. 13-ші бөлім Жамалдың қайтыс болуы. Өз үйінде бір ай тұрғаннан кейін Жамал Жұманның үйіне баруға шешті. Жамал Байжанның үйіне келгеннен кейін Байжан болыс арқылы начальникке хабар берді. Жамал енді бұрынғы күйеуіме ризамын деп қол қойды. Алайда мен ойымша ол осылай Жұманды жек көрді тоқтатқаннан емес, өзінің депрессияның себебінен жасаған. Ғалидің өлімінен кейін ол өзі де бірнеше рет мені суға батырып, отпен өртесе де маған бәрібір деп айтқан. Болған оқиғалардан кейін 11-ші бөлімде айтылған арыздарды барлығын отказ еткен. Жамалдың ойы тек қана Ғали туралы болды. Ол ешкіммен сөйлеспей, ешқашан күлімсіремей жүрді. Жұман ше оны әрқашан боқтап, оған тиісе берді. Бір күні Жамал соған шыдамай, оған егер сен мені өлтіретін болсан, бірден өлтірсей деп айтады. Жұман, сен сүйген жігітінің қайғысы басылмай тұр ғой. Онда мен сен қайғыңды басайын деп Жамалды кеудесіне тебеді. Бір сағаттан кейін бейшара Жамал есін жиғаннан кейін бұл иттің қолынан өлгенше басқа бір жерге барып өлейін деп жылы киімді кие бастайды. Өйткені бұл желтоқсан болған. Ол Фатихолла байға бармақшы болды. Неге? Өйткені Жамал біреуге қызмет етсем де, онда мен халықтың көзіне көрінбеспін деп ойлаған. Түн болса да Жамал Байжанның атын алып, сапарға аттанғанда кішкентай боран болған. Бірақ Жамал 20 шақырым өткеннен кейін боран көтеріліп, жол көрінбей қалды. Алайда ол қорыққан жоқ, өйткені оның ойында тек қана Ғали болған. Қараса, аты әлде қашан жолдан шығып кетіп, бір қалың омбыға келіп тоқтады. Бірақ Жамал атын бұра алмады, өйткені қолы қатып қалған. Міне осылай Жамал адасады. Енді Жамалдың аттан түсіп жаяу жүрсем, мүмкін жылынармын деген ойы пайда болды. Бірақ ол қалың омбыға жығылып, жүре алмай құлайды. Ол Ғали, қайдасың? деп қайтыс болады. Келесі күні қаладан келе жатқан 5-6 жолаушы Жамалдың аты мен Жамалдың денесін көрген. Олар Жамалды бір жақын ауылға әкеліп, шапандағы қалтасын ашып қараса, бір қағаз бар. Ол онда Ғалиді жоқтап, өз зары туралы өлең жазған екен. Байжанның адамдары Жамалдың денесін алып, келесі күні оны жерледі. Видеоның 3-ші бөлімі менің әсерім. Мен шығарманы оқып тастағаннан кейін маған әсер қалдырған оқиға Сәрсенбайдың өз мақсаттары үшін өз туған қызын оны сұрамай айтырып беруі. Мен ойымша Сәрсенбайдың осылай істеуінің құқығы болған жоқ. Ол Жамалдың Жаманды ешқашан сүймегені туралы білгісі де келмеді.
Менің ойымша бұл нағыз өзімшілдік. Және маған Жамалды Жамалға айтырып беруге жалғыз Шолпанның қарсы болғаны ұнаған. Сол уақыттарда осындай әділетсіздік көптеген қыздардың тағдырларын құртқан. Шолпанның өзі махаббатсыз тұрмысқа шыққан. Мен шығарманы оқығанда әрқашан Шолпанның жағында болдым. Және давай Шолпан, мен саған сенемін деген сезіммен отырдым. Онымен қатар мен Сәрсенбайдың әлсіздігіне таңғалдым. Сәрсенбай бірнеше рет басқа адамдардың оған айтқанын орындаған. Сәрсенбайға басқа адамдар тоқал ал деп айтқан. Ол соны істеген. Сәрсенбайға басқа адамдар Жамалды ұлықсап киіндіруді тоқта деп айтқан. Ол соны істеген. Сәрсенбайға басқа адамдар енді Жамалға мұғалім іздемей-ақ қой деп айтқан. Ол соны істеген. Сәрсенбайға басқа адамдар Байжанмен құда бол деп айтқан. Ол соны істеген. Тіпті оның туған қызы өзінің сүйген жігітімен қашқанда, ол Байжанға не істеу керек екенін өзіңіз біліңіз деп кісі жібереді. Осымен болды. Міржақып Дулатұлына қазақ әдебиетіндегі романдарды жазуға жол бастағаны үшін үлкен рахмет. Сендерге де бұл видеоны қарандарың үшін үлкен рахмет. Сау болыңыз.